Как раз была. Негізі бұл коучинг сабағы емес, шын мәнінде мен де сіздердің мұғалімім. Менің қайта сіздерден алғаным бұл сияқты. Сіздер бұл коучингке дайындалу барысында көп іздендім, өз білмеген көп дүниелерді көрдім, және сіздерден де алғаным бол беру деп айтамын. Ендеше барлығымыз интеллектуалдық коэффициент деген есіміз бар, IQ дегеніміз. Жалпы осы IQ-да біздің Қазақстан чемпионда болады емес, бүкіл әлем бойынша. Әлемде 200 мемлекет бар деп есептесек, оның 125-і қатысқан екен осы IQ тестіне. Біздің Қазақстан чемпионда қалай дейсіз? Қазақстан бірінен әрқашан сол ортасындамыз. Шын мәнінде 64-ші орындамыз. Интеллектуалдық тесттен біздің орташа балымыз 94-те 4 екен. Ендеше Массачусетс университетінің профессорлары ең қысқа IQ тестін ойлап шығарған екен. Соны өтіп көрсек, мен бұны бірінші көрген кезде қуандым, себебі алғашқы есебі біздің 6-шы сыныптың кітабында бар. Ешқашан уақыт беріледі, 3-ақ минут қана уақыт беріледі. Гүлде лотос гүлдері өсіп тұр дейді. Гүлдер күн сайын 2 есе артып 48 күнде көл күйіп қалды. 2 есе артып дейші, олай болатын болса 48 күнде 2 есе артатын болса, 48 күн бір күн бұрын есептесек, ол теңге артып болады еді. Бізге сұрақ бойынша теңге артса 47 күн болып есептеледі. Өйткені 48 күнде 2 есе артады ғой. Сонда 47 күнде көлдің жартысы күнде толады да 48 күнде общий болады. IQ тестіңіз чемпион сонда 34-ші орынымыз бір алғашқы қондықта болған екенбіз шамасы. Жауаптан көрсетпайды. $1 $5 тұрады, жоқ 5 тұрады. Есептің шарты бойынша $1 қымбат деп есептейді. Кеше байқадым. Мен кеше байқадым. Мен бұл негізі 15 күн алдын көрген. Сабақтың да бөлімдері осындай болатын шығар деп ойлаймын. Қалай ойлайсыздар? Қай бөлімі ең маңызды? Өткен сабақты қайталау. Ол бар ма? Бар университетте. Осы бөлімдердің қайсысы ең маңызды осы? Балаларға есепті жаңа сабақты түсіндіріп, сабақ өткізген. Есепті шығару. Үлкен жұмысты бастау қиын болады. Ал бір бастасақ, ары қарай бітіріп тастаймыз. Демек, қай бөлімнің маңызды? Сабақтың басы ең маңызды. Сабақтың басы өте маңызды, себебі басын қалай бастасақ, солай бітіреміз. Енді жалпы бәріміз де мұғалімбіз ғой. Осы жаңа сабақты түсіндірген кезде
қандай қиыншылық нөмірі бірінші. Мысалы жаңа сабақ түсіндіріп келдіңіз. Күндіңіз сабақ басталды. Ең нөмірі бірінші қиындығы қандай? Атмосфера. Зейінін жинақтап өзіне тарату. Қандай қиындық нөмірі бірінші қиындық? Кірдіңіз сабаққа, жаңа сабақты бастайын деп тұрсыз. Соны оңай тәсілмен түсіндіру. Мен постоянно соны ойлаймын. Оңай қалай мұны жеткізе аламын? Оңай тәсілмен көрейінші деп соны ойлаймын. Осы оған қызық керек. Мына ғылыми технологияның дамыған заманында нөмірі бірінші қиындық балалардың мотивациясын ояту. Өйткені қазір көп ата-аналар болсын, мұғалімдер болсын айтатыны балаларды қызықтыру үшін олардың несіне істеу керек? Мотивациясын ояту. Балалардың мотивациясын ояту үшін сабақты әлемде барынша қызықты етіп өту керек. Солай ма? Келісесіздер ғой? Сонымен сабақтың ең маңызды бөлігі басы екен, ал енді сабақтың басын тиімді өткізу үшін не істеу керек? Бірінші, сабақтың мақсатын оқушылар түсінетіндей етіп қою. Екінші, сабақтың жоспарын құру, яғни шагово. Және бұны көрінетін жерге жаза қойыңыз. Ол сізге де, оқушыға да керек болады. Өйткені уақытты үнемдеп жұмсаймыз. Әсіресе бұл ашық сабақ өтеміз ғой. Ашық сабақ өткен кезде директормен, завучпен сасамыз, ана жерде қорқамыз, орындардан ауыстырып жібереміз. Сол кезде егер сабақтың жоспарын қойып қойсаңыздар, көрінетін жердегі еден еңбектің бәрін біліп отырасыз. Үшіншісі, егер мүмкіндік болып жатса, сабақтың басын екшілік кәншіктен бастаңыз. Сол кезде ол оқушы не істейді? Ана бүйтіп, ол оқушы оянады. Кішкене жан-жағына қарай, оқытып, бұл басқаша ғой деген сияқты. Және сабақтың басын жеңілден бастап, біртіндеп бізде математикада 5-тен бір тақырыпқа кемінде 3 сабақ болады. Кейбір мұғалімдер, мен өз мектепте оқыған кезде қиыннан өтіп аламыз да, одан кейін барып оңайларын түсінеді. Ал негізі ол дұрыс емес деп ойлаймын. Ең бірінші оңайдан бастап, бүлдірде бірінші жұлып, бүлдірден сосын ең кетіп сосын барып жүреді ғой. Сол сияқты ең оңайдан бастап бірінші өйткені сабақтан болады, аптасына 40-45 сабақ. 2 аптадан кейін математиканың тақырыбы ғана есте қалады. Ол және бір қызықты жағдайлар есте қалады. Қалған бәрі түсі болып кетеді. Ертең есептесеңіздер, 4-ші сынып 90 бас алған кезде 3-ші тоқсаннан есептеңіздерші болады. 90% ұмытып кетеді болады. Ал соны ұмытпау үшін бізге ең маңызды бөлігі үшіншісі. Мүмкіндік болып жатса, ерекше сабақтың бастау. Жоқ, слайд өтірміз. Бірінші сабақтың мақсатын білесіздер ме? Сабақтың мақсатын қойған кезде тышында код мақсаты емес. Сонда нағыз сабақтың өзінің мақсаты болады. Мысалға, 7-ші сыныпта идеально беситица және соны үш топтың дене мүшелерінің жұмысын білу деп қойсақ. Ол жерде биологиямен байланысты. Ал үш топтың дене мүшелері идеально беситица және биіктік. Солай өзгертсек, мүмкін баланың ойындағы әртүрлі нәрселер болуы. Және 9-ші сыныпта косинустар теоремасы деген тақырып бар, өте маңызды тақырып. Мен өзімнің кітабымды ашып қарадым. Менің кітабымда мақсат осы жазылды. Косинустар теоремасын біледі, косинустар теоремасын қолданады. Ал мен оны алдында өзгерттім. Косинустар теоремасы арқылы үш топтың белгісіз қабырғаларын және бұрыштарын табу. Шынымен де солай емес пе? Косинустар теоремасында бала белгісіз қабырғасын табады, немесе белгісіз бұрышын табады. Ал өзімнің елден сауал өтіп сол өзгерді. Және ең маңыздысы, есеп шығаруда дискриминатор қандай маңызды болса, жаңа сабақта сабақтың мақсаты соншалық маңызды. Естеріңізде алдына өткен кезде дискриминатор ол есеп шығарудың жолын көрсетеді, соған жетелеуші болады түсіндіргенбіз. Және сол кезде мақсаты да соның басы келе шығады. Яғни жаңа сабақты түсіндіргенде сабақтың мақсатына қарап, бұл сабақ не үшін керек балаға? Соны ол біледі.
üçüncüsü video koyuyoruz. Sabahın başında video koyarız. Üçüncü sabahına sol videoda kendiki olan bayraklar alacak. Yetmişse sabahın başında şu baktın basam yemese sıra koyulmaz. Canlı benim özüm bakışlarına sıra koyulmazlar onu. Resulüm sebebi sıra koyulanda aklına balanın boyu bir var. Üçüncüsü kısıtlı gelip yemese aynı zanneler olsun. Matematik aşağıda çok aynı zanneleri var. Kısıtlı dördüncüsü sabahda oyun elementleri olsun. Beşinci bir işin olmadan. Yine de karım başka matematik var mı? Üç tane birinci toplam. Aktivite progresi. Size bir tek arka kaynaklar üyesini takip. Sonra sizin bakan sol tarafı kalıp basaysın. Sonra ne bir cevapta жазып бересіздер. Birinci taqribi, so'ng maqsadi, jostlari, және qanday ерекше нәрсені бастайсыздар соны жазып кетіңіздер. Birinchi taqribni qo'yasizlar, odan keyin maqsad qo'yasizlar. Ya maqsad ерекше qo'yib, saboqni jostlарын жазышыңыздар bir шетіне, және ең соңында qanday kreativlikni бастай беріңіздер болсын. Сол туралы сіздерге айтып Yok, bir tane vermez. Da, birinci nokta, ekmek progresi, ikinci nokta, zekatta karışmalar şeysi. Yani son ilk orası var. Так, ребята, вот это сюда. Наксler, дайындалған шығар. Сіздер мен бір ойын жүрсе қалай дейсіздер? Кішкене маған сендеріңіз болыңыздар. Сіздердің қазір алға былай десек, бәріңіз сайлауға барасыздар. Президент сайлауы, депутаттар сайлауы болсын, бәріңіз сайлауға барасыздар. Енді біз байсейші Қазақстанның президентін сайлайды. Мен сіздерге үш үміткердің характеристикаларын айтамын. Үш үміткердің характеристикаларын сіздер бір таныңыз. Тексерілген кез түсініп қояды. Үш кандидат бар президентке. Бірінші кандидат. Алған көшке кішкене сақтық болса, бірінші кандидатымыз алған көшке көшеді. Ауыл шағын өтеді. Екінші жоқ, бірінші кандидат. Алған көшке көшеді. Ауыл шағын әйелге опасыздық жасайды. Aslında keşke değil, ağzına çiğnek sözüyle. Aceleyle avlumunu almadı. Şimdi sevgili avlumunu almadı. Günde Arap'ta böyle olsaydı. Ya bu da anlamadı. Yani siyasat değil mi? Siyasat. Astrologlar şişe. Astrologlar çok anlamadan siyasat şişe. Şimdi üçüncü soru. Artık o başlar. Üçüncü soru. Artık o başlar. Arap'ta müddet bir şey değil. Şık değil ya. Şık müddet değil. Tekrar bir şey. Ha, ben işte yeni şartlarımız ilk sayılara çekti. Yeni şartlarımız. İlk sayılara çekti. Nasıl karakteristik mi? Alemde surat. Kazakistan'ın prezidenti
Üç ben. Üç şey. Adamın şekil, hasetlerini alıp Canlı bacasına ол мысалға жаман қасиеттерді бірақ шын мәнінде ол билік болып жұмысына
шербе мақсат қоспалар чистилерде шығару. Дайын ба? Sonra niye var burada oynamazsa niye bu? Burada da konuşuyor. КТП-да берілген стандартты берілген мақсат емес, кішкене өзгерту тапсырмасы болды. Сонда арифметикалық прогрессияны біз алдымен сандар тізбегінің заңдылықтарын зерттеу, оның кез келген мүшесін және олардың қосылыстарын табу деп жазған болатынбыз. Жалпы өзі математика емес әріптестерге айта кетейік, арифметикалық прогрессия ең алдымен бізде сандар тізбегінен басталады. Яғни ол жерде кез келген мүшесін тап дейді. Ол да сандар прогрессия дейді. Жалпы бала кез келген бір бала отырады. Не ол арифметикалық прогрессия дейді? Арифметика мақұл. Қосу азайту десін. Прогрессия деген не емес. Сол кезде баланың түсіну үшін кез келген баланы сен прогресс деген сөзді қалай түсінесің деп бастаймыз. Яғни прогресс не ол? Өсу, үдею, көбейту. Яғни бізде арифметикалық прогрессиямыз дәл солай көбейеді. Сосын өмірде оны не үшін қолданамыз?
кез келген бала сұрайды апай оны біз дүниеге керек бізге оны мен мысалы университетке барғанда басқа жерге барғанда мен оны қолданбаймын дейді сол кезде дәл осылай мысал ретінде бір мына мысалды айтып жібереміз мысалы біз кез келген затты компьютерді алдық бүгін 50 теңгеден салдық ертең арғы күндері соның үстіне 300 теңгеден қосып отыр деп соның үстіне бір айда қанша теңге жиналады сен компьютерді жарып ашып отырмайсың ғой ол кезде бізде бір жақсы ең керемет мынандай прогрессияға формулалар дайындап қойдық яғни бірінші сенде 50 теңгең бар үстіне өтеліп отырған 100 теңгең бар сол жерде сен бірінші мүшесін оның айырмасын тауып формуламен есептей саласың міне деп ең жеңіл түрін көрсеттік ал тағы бір мысал кез келген бір затты мысалға 1 метр қашықтықтан немесе жарты метр жерде телефонда алып тұратын болсақ ол сынбайды ал егер мен оны биіктіктен үдететін болсам 2 метр 3 метрден 2 метрден телефон түссе бізде тренажер болады ғой жай ғана ал енді соны 100 метрден тұтататын болса телефон уже шырқап кетеді жоқ міне осының бәрі бізде арифметикалық прогрессияға келеді осылай балаларға біз прогрессия тақырыбын бастаған кезде бірінші көшеден бастаймын балаларға оңай есіне қалсын мына жақта бірінші үй үшінші үй бесінші үй деймін да тақсырдар болсын сол жағында шықсаңдар деймін ал енді мына формуласын жазыңдар деп балалардың есіне қалады ол көшеден бастайды барлық көшенің біледі ғой үйдің өмірінде бесінші тақырып берілген бізде сол кезде үйге мәселесінде ана досы 17-ші үйде тұрады мына досы мынаншасыншы үйде тұрады ең соңында тұратын үйдің нөмірі қандай деген сияқты есеп берілген прогрессия былай қарап тұрсам біз оны жоғары сыныптағы формуламен шығарамыз жаңағыдай қос база Декарт координаталар жүйесін 10-шы сыныпта өтетін боламыз. Бұл сауатты бастамасында ең бірінші біз координаталар жүйесі мен Декарт координаталар жүйесінің ерекшелігі неде және біз Декарт деген ол кім деген сұрақтан кез келген сабақта бір өтетін болса мысалы ғалымның атымен бір заңды өтетін болса ғалымдардың атымен келгенде сол жерде тұрады біз табамыз Декарт деген кім бұл не үшін тарихта қалды деген сұрақ туындайды біз Декарттан шамалы сурет салып қойдық жалпы қайдан шыққанын түсіндіру мақсатында осы мақсатты біз өзіміздің сабағымыздың мақсаты ретінде алдық. Біреуіңіз түсінуіңіз мүмкін, біреуіңіз түсінбеуіңіз мүмкін. Өрмекші шалбар деген жаңалық не себеп білесіңіздер? Декарт бұны қалай шығарған? Ол бір күні үйінде жатса, потолокта өрмекші ұя салған екен. Сөйтіп ол ойлайды, бізде координаталар жүйесінде үйренеміз ғой, ал бұл жерде потолокта олар өрмекші потолокқа жазып тұрған жоқ, ол өрнекті құрып қойған. Оны қай жерде орналасқан? Ол координатасы сызғысы келген. Ал сызу барысында біз жай ғана осы жерде бұрыштарды алсақ, бұрыштан не көрдіңіз? Үш жағына ғана келген, үш сызықты көрдіңіз. Яғни айтқанда, сол бізде келетін Декарт координаталар жүйесін осы үш жаға кетуі арқылы біз Декарт координаталар егер x және z өрістері арқылы шығарды, абсцисса арқылы және аппликатор бөлді. Және осы оқушылар
сол кезде жағдайларда ең бірінші біздерде архитектурада, құрылыста, сәулет өнерінде сол кезде қолданамыз. Иә, компьютерлік графика, қазір біз кез келген компьютерлік курстарға барсақ, фига барлық ойындар пайда болады. Солардың барлығы осы цифрлық жүйеден келіп шығады екен. Екінші шанс алып мен мына жерде каталогка шам бізде тегіс отыр ғой. Көбінесе біздің мектептерде домалақ болып шығып тұрады шам. Сол үйді сайын ол шам неге жабысып тұрған жоқ. Ол жеріне түсіп тұр. Оның координатасы сал Destek geçerken ayrıldığım ağırlık koşullarınız шын мәнінде декатқа алуға жүйесі жатып қалды. Өте керемет тақырыптардың бірі. Мен оның өзімнің оқушыларға былай түсіндірген. Мысалға бізде жер бетінде құрлықта адрес болады. Мысалы, мына көше, мына үй. Ал суда ше, мұхитта мысалы қай жер екенін білмейсің ғой. Сол кезде бүкіл жер әлемді далгата широта деген орысшасына салып бергеннен кейін кейбір қазақша білетін балалар далгата широталарды бөліп тастаған. Сол арқылы судағы адрестерді солай табады деп, сол өмірде керек деп түсіндіреміз негізі осы. Келесі. Ал енді кішкене өзім ізденіп жасаған жаңағы мысалдарымды айтып өтейін. Мысалға видеоролик. Бір 45 магазин, телефон сататын магазиннен видеоролик жасаймыз. Сөйтеміз дағы балаларға тапсырма береміз. Осы видеороликтарды маған айфонның бағасы бітпейді. Ол жерде әртүрлі баға болады. Мысалы бір магазинде мысалға 500 мың тұрса, бір магазинде 480. Бірақ маған бір ғана баға айтылады. Маған мына магазинде мынанша, мына магазинде мынанша деген емес, бағасына бір ғана бағасын айт дейміз. Сол кезде балдар өзі ана жерде топта оқу шарта не қылып, арифметикалық болғаннан өздері қайнатады. Себебі олар маған бір ғана баға айтады. Сол кезде миллион түрде миына келеді. И соны тауып алғаннан кейін барып мен арифметикалық оқуға деген сабақтың басында жұмбақтар бар. Бұл енді жұмбақтың болған қатысына ешқандай ес болмауы мүмкін қатысы, бірақ балдарын көретін болып ештеңе жайлы береді. Мысалы, мен саусақтарым 25 мың қолымда, сонша екінші қолымда және аяғымда 10. Қалай ойлайсың? Бұл жерде бұның жауабы жоқ. Бұл жерде тек қана неге олай болып тұр? Миды кішкене ұзартылды. Бұл дұрыс, мен күшік емес, бірақ мен күшік болсын. Жоқ, квадрат бұл жерде не шығады. Бұл жерде басқа пәндермен Мен бабақта. Бұл жұмбақты біріншіден қазақ тілінің несі бар. Және өте зейінді тыңдамағаныңызда логиканы тыңдамасаңыз бүгінгі тақырыпты түсінбейсіздер деген сияқты не ашылып болады. Аңыз әңгімеден басталады. Бірінші шахматтың қалай шыққанын білеміз, кітаптарда тұр. Аңыз бойынша шахматты ең бірінші атып келген кезде оған бір стиль жазар керек. Шахматтың сүйектарын не істейді деген саған келген кезде шахматтың бірінші тақтасына бір бидай, екінші тақтасына екі бидай, одан кейін әрқайсысын екесіне көбейте беріңіз. Сөйтіп тағы сол ақ бар екі шығады. Сол ақ сөйтіп кетеді. Арадан бір 3-4 күн өткен кезде не қалды да жаңағы несін бидайын апарып бердіңдер ме деген кезде кешіріңіз біз оны есептеп жатырмыз. Қалай есептеп жатсыздар? Сөйтсе ол өте адамзаттың бүкіл шығарған бидайынан да
Өте дұрыс. Өйткені ол жерде барлық есеп Осылау. келесі сайт. Эми коучинг. Бала енді оны толығымен есептеу мүмкін емес, бірақ мына формулалар бар. Бірінші тақтаға бір бидай, екінші тақтаға екі бидай, одан кейін 4, 8. Бізде тақташқа саны қанша? 64, яғни n тең 64. Демек мына формуламен табуға болады ма? Болады. Егер де бірден табатын болса, жауабы 2-ның 63 дәрежесі азайтылған. Сонша бидай жаңа сабақта сұрақ қоюдан басталды. Негізі ең жақсы білетін мен сұрақ қоюдан басталды. Мысалға, тақырыпты бастырып тұрып 93-тің бар. 16-4-тің бар, 25-5-тің бар. Ал енді квадраттың жоспары өте көп. Мысалы, 2-ның квадрат. 2-ның квадрат 2-ның. 2-ның квадрат 3 болады. Сонда осы қандай тақырыпқа яғни сол квадраттың жоқ сандарында ренжітпеу үшін квадрат мүлде ойлап тапқан деп бастап айтып береді. Математиканың жаңағы не қабылдап бұл жаңа айтылды. Білмейтіндер басында ешнәрсе қоймайды, түсінбейтіндер басында өйткені оның әрбір өткен сайын шығармалы ақпарат ең соңында жылдамдығы осы мен басты бөлімнің ажары бұл мысалға береді. Бұл тақырыпты картаны жаздық. Үйсінген дағы түртес болады, нүктені таппайды. Болмаса, мына сандардан қателеседі. Мысалға бір минусты мияқтап аласың ғой, олар мияқтамайды. Үйсінген дағы арадан бір аптадай өтті, бүгін сабақта сол формулаларды ойыма жақпайды. Біз істей аламыз. Сабақ түсіндіре отырып деп қастарына барып қарасам, неге ол мастер қой деген ойын ойнап телефондарын жинап аласыз, байқаса сонда ойын таба алмайды да. Бүйтіп қарасам мастер қой деген ойын білесіздер ме? Кішкентай кезімізде ойнағанбыз. Соны мынаған жасадым ғой. Өзі сөйтіп жасалған ғой ойында. Сондай жасалған. Тура осылай жасадым. Сол балаларды бөлек алып қалып, осындай істеп бердім. Компьютерда істеп бердім ағылым. Ойнақтың осы түсінбеген балалар. Арадан осы 2-3 сабақтың ішінде тақырыптың керемет түсіп өткен ең маңыздысы олар нүктені таппайды. Кездесуін тауып. Мысалы, ең көп шатасатындар мыналарды берді де бірекші. Мынаны берді, ал минустарды келген кезде. Сол үшін мастер қой деген енді соңғысы бұл кім? Пифагор. Егер математика жақсы біледі, Пифагор 8-ші сыныпта бастаймыз, 11-ші сыныпқа дейін жүрсін. Және геометрияның 90-80% осының теоремасынан шығады. Өте керемет. Осы ерекше формадан бастаймыз. Пифагордың ана нені жоғарыға шығармай жатады ғой. Ол нені бұның кран болмаған, не болмаған ғой. Сол кезде тастарды шығармайды, не қылмайды, өлшеу керек барлығы. Сол кезде үшбұрыштардың бәрін біріктіріп, тасқа біріктіріп, кәдімгідей домалатып, ағаштың ішінен шығарған ғой домалатып ше. Сол кезде Пифагор формуласын ойлап тапқан, мынаны біріктіргенде мынау жоғарыға шығады деп. Есеп болған ғой бәрі жер. Сонымен құрылған екен ғой, пирамидалар. Ой, байқап ізденсек, негізі барлық нәрсеге жолдауға болады. Енді келеміз соңында бір кішкене ел ой сөйлеп жүрсінші. Алдарыңызда мына жердің арасында не алыңыздаршы? Бұндай үшін
барлық оқушыларыңыз бірдей түсінеді. Соған біліңіздер және оған болады мүмкіндік. Өйткені қанша әдемі өтсеңіз де математикада кемінде бірінші сабақта 30-40% түсінбейді. Соған дайын болыңыз және ол мүмкіндік түсініңіз. Келесі сабақта Американың ақш құрама штатының Колорадо университеті ойлап тапқан бағдарламасы, ерекше бағдарламасы маған өте қатты ұнады. Себебі ол бағдарламада 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейінгі бізге керек дүниені алып өтеміз. Ол ноутбуктар және де смарт телефонымызға да көшіп алуға болады. Әсіресе оқушыларға қазір көре жатарсыздар. Бұл бағдарламаның маған ұнағаны енді бір ғана элементін көрсете кетейін, ол бәрін қазір уақыт жоқ, ол негізгі 5-тен бастап 11-ге дейін өздеріңіз кіріп, мынау Колорадо деп терсеңіздер шығады и өздеріңіз көшіп аласыздар. Смарт және интербелсенді әдістер деп алдым, себебі бізде қазіргі заманауи әдіс ұнағаны бізде қазір смарт телевизор 90% мектептерде уже база бөледі. Сол себепті біз өте тиімді пайдаланғанға телевизорды тиімді қолдану өте жақсы екен. Мысалы, соның ішінде симуляциялық тапсырмалар 5-ші сыныпқа байланысты жай бөлшектер бөлімін білесіздер, мынау 1-90-да өтеді. Сол жай бөлшектерше дескриптор бойынша жалпы оқушы жай бөлшекті жеңіл түсіне алады, оны қысқарталады, жай бөлшектердің ойша ажыраталады, бұл түрлері жалпы дұрыс, бұрыс, аралас және де бұрыс жай бөлшекті араласына айналады, немесе араластарды осы бөлшекке айналдырып отырады. Жай бөлшектерді араластарды құрастыра алады және де оны салыстыра алады. Яғни өмірмен байланысқан, яғни өмірмен байланысқан дүниелермен түсіндірген кезде олар тез қабылдайды, жақсы жеңіл қабылдайды. Мысалы үшін қараңыздар, біз түсіндіретін кезде бір бүтін бәліш қанша, ол немесе 2-ден бір қанша екенін осы жерде автоматты шығып отырады. Уақытта бала қарап отырады да түсіне қояды. Мысалы, былай 8 бөлшекке де бар. Қаланатын баланы итермелеп мотивация беріп жоғарыға алып кеткен. Сол себепті 5-ші сыныптан бала түгел фундаментін жақсылап қаланса, ары қарай 11-ші сыныпқа дейін алып кетеді деп ойлаймын. Иә, осылайша мысалы жаңағы мына түрде көп бала шатасады, жаңағы әріптесім айтып өткендей, көп бала комбинациялық мынау санды өсте немесе ары қарай бізде 6-шы сынып 7-ші сынып уасып кетеді, комбинациялық өсті, комбинациялық жазықты, осы бойынша көп бала шатасады. Яғни бұл жерде нақты клиенттермен түсіндіріп жатамыз характермен. Ал енді мына жерде біз осылай көрсете берсек болады. Ол бала теңдей қанша, мысалы 3-тен 1 бөлігі немесе ары қарай ұлғайды, осылай оңай ғана түсіне қояды деген ойдамын. Немесе енді мынау кәдімгі
геометрия фигуралар енді негізгісін айтып деп отыр. Мысалы үшін жаңа баламызды жұмсаймыз ғой, балам жаңағы стаканмен су әкеледі ғой, немесе қанша 3-тен 1 немесе 5-тен 1 деген сияқты осылай визуалдық тұрғыда ол бала мына сұйықтықты қанша құйып әкелу керек екенін біледі, уже визуалдық тұрғыда. Енді қазір мен сіздерге осы топта отырған мұғалімдерді шақырғым келіп отыр. Негізі бұл ПЭТ бағдарламасы өте кең байланысты, өте керемет деп ойлаймын. Енді мен сіздерге тек 5-ші сынып қана көрсетіп отырмын бір элементін. Мысалы, осы жерде қазір әр топтан бұл жерде жеке бір бала шығып, бірінші деңгейден бастап 10 деңгейге дейін бірден орындап 10 бала алуға болады, немесе жұппен жұптық тапсырма ретінде де 2 оқушыны шығарып, кез келген жаңағы деңгейді таңдап, деңгей ол білесіздер. Ары қарай сол балды емделуге болады. Әділ бағаланады, ол бала өзін біледі. Ары қарай қызығып, бұған мотивация болады. Сол себепті қазір құрметті әріптестер келіп, қалаған нелеріңізді таңдап, орындап берсеңіздер. Мысалы, кез келген бір деңгейді таңдайды. Мысалы, мынау не бойынша, фигура бойынша кәдімгі жинақтайды, яғни яшықты толтырасыздар. Мен қазір біреуін ғана көрсете қояйын сіздер өздеріңіз. Мысалы, 4-тен 3 болса, мынаны былай ғана ашады. Яғни, егер де дұрыс орындалған болса, ол дұрыс шығады және яшыққа орналасады. Ал егер ол дұрыс емес болса, ол кері қарай қайта жүреді. Рухани құндылығымыз бар, ол бір-біріне командамен жұмыс жасап, шынылар көмектесуді алып өтеді, бір-біріне бала түсіндіру арқылы осыған өте жақсы қызығып балалар шулап бір-біріне көмектеседі әрқайсысы. Енді келесі тағы бір несі бар, енді былай келесі кете береді 10 деңгейге дейін.
лучший деңгейде бұл жерде қайсысын сөйлесті? Бұл жерде керісінше барып мына жаққа орналасу. Ол уже баланың жаңағы несі өзінің деңгейін біледі да, сонда ол жерде бір оңай сияқты көрінеді, бірақ бала уже бұрыс бөлшекті араласа да ажыратып, оны бұрыс бөлшекті араласа да, яғни араласа да керек. Енді келесі несі мына жерде мына бір түрі бар, мен енді ең әдемі-әдеміден таңдап алған едім. Мысал үшін, қайсысын шығасыздар, екі топтан да бір-біріне шық. Бұл жерде салыстыру. Бұл жерде салыстыру. Яғни салыстырады, яғни екеуін мысал үшін. Және де оларға қызығып орындайды. Және де осы оқушының өзіне тиесілі балшықтар яғни мысалы енді әр бала түсінуі әртүрлі бір бала тез екінші рет түсінбейтін кейін барып сол себепті бұл жерде өте жеке жұптық және топтарға да жарайды. Баланың қазір ойынға бейім ғой. Ойнап отырған нәрсені ойнатасың да. Иә, соны мысалы әшейін одан кейін функционалдық сауаттылықтан дамытады. Жалпы өмірмен байланысқан жаңағы айтып отырмын ғой, бәрі іш бар, сейіл бар. Қолдан жұмыс істеп қолданатын бала тез түсінеді. Және де командада жұмыс істеп бір-бірін тыңдайды. Ортақ мақсатқа жетеді. Себебі ана жапондық ғалым айтқан сөз бар, оқушы бірін-біріне көмектесу арқылы олар бір-бірін жақсы түсінеді. Мұғаліммен де жасайды. Бала бір-бірін түсінеді, бір-біріне қол қойса, солар мені мынандай деп бір-біріне көрсе, олар жақсы қабылдайды. Және де басқаларды оларға көмектесуге дайын. Яғни деңгейі төмен балаларды олар тартып бір-бірін қысылдырады. Иә, осылай. Яғни өздеріңіз ойлаңыз. Рахмет. Болашақта Қазақстанда осы математика саласы бойынша осындай бағдарламалар, информатика Ол жерде былай ғой, Американың системалары негізі. Оның өмірден бастап әртүрлі болып кетеді. Мысалы, биология кетеді, физика кетеді. Негізі математиканы меңгере алмайтынбыз. Мысалы 50%-ға жеткізе алмайтын
күніге дайындалу керек. Мысалы күніге кітап оқу керек, күніге ізденісте болу керек. Егер күніге ізденісте болмайтын болса, ойыңыз тоқтап қалады уже, миыңыз тоқтап қалады. Сол үшін семинар деген сөз бір-бірімізбен пікір алмастық, бір-бірімізбен тәжірибе алмастық. Қаншалықты қызықты деректер, информациялар миымызға келді. Біз оны келешекте болашақта оқушыларымызға көрсете аламыз уже. Біз осы семинардың сол жақтары маған өте қатты ұнады. Қаншалықты қызықты өткені мынау неде басқа бөлмеде не болып жатқанын, қайда қандай дауыс шығып жатқанын біз мәлімет жоқпыз. Тек қана өзіміздің жұмысымызбен осы жердегі барлығы өзінің тәжірибесін сабақтап отырғандай қызығып қызықты өтті деп ойлаймын. Рахмет. Жақсы өтті деп ойлаймын. іздеген бір адамның көзінде бағдарламаның ішінде өзгерді ғой, басында екі потокта өтеміз деген еді. Әдістемелік орталығының мамандары қазір автобустарда шебер сабақтады және мотиватор болады. Өте қызықты. Тоже өте білімді ұстаздарымыз сіздерге өздерінің тәжірибесімен бөліседі. Доктор
Çok